Сәлеметсіздер ме? Номер 15 мектеп гимназиясының 8-ші А сынып білім алушысы Өмірсерік Тоғжан, жетекшісі Құрбанова Толқын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз экостильдегі өмір. Эко деген сөзді естіген кезде біздің ойымызға экология ұғымы келеді. Экология дегеніміз жеке организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасын, ортаға бейімдеу заңдылықтарын, организмдер қауымдастықтарының, биосфераның ұйымдастырылуы және де қызмет атқару заңдылықтарын зерттейтін ғылым болып табылады. Мендегі қазіргі сұрақтар: уақыт өте келе біздің планетамыз қандай күйде болады? Біз ол үшін не істей аламыз? Қазіргі таңдағы ең ауқымды мәселелердің бірі ол экологияның ластануы. Әлемдегі күрделі экологиялық жағдай бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Адам баласының шаруашылықтағы кез келген әрекетінен шыққан әртүрлі қалдықтар биосфераны ластауда. Бұл халықтың денсаулығы мен өміріне қауіп-қатер тудырып, флора мен фауна түрлерінің азаюына, қоршаған ортадағы тепе-теңдіктің бұзылуына әкеп соғады. Жер бетіндегі зиянды заттардың жинақталған массасы топырақ жамылғысына, өсімдіктерге, жер үсті, жер асты суларына жағымсыз әсер тигізеді. Оны шешудің жолдары: өндірістік кәсіпорын қалдықтары көлемін азайту қажет. Ластайтын зиянды заттардың деңгейін азайтатын заманауи тазарту жүйесін орнату қажет. Тұтану двигательдері бар көліктерді атмосфераға көп зияны жоқ электр көліктеріне алмастыру қажет. Көріп отырғандарыңыздай, біздің әрбір тастаған қалдықтарымыз басқа да тірі организмдердің өміріне кері әсерін тигізіп отыр. Өз басым экостильдегі өмір салтын ұстанамын. Яғни күнделікті өмірде қалған қалдықтарды жәшіктерге бөліп қоямын. Органикалық заттарға бөлек, пластик бөтелкелерге бөлек, қағаздарға бөлек және шыны ыдыстарға бөлек ұстаймын. Сіздерге де осылай істеуді кеңес беремін. Табиғатты қорғау үшін ең бірінші өзіңнен бастау алу қажет. Яғни қоқыстан тазарту қажет, өзен-көлдерге қоқыс тастамау қажет, тал егіп, гүлдер өсіру қажет. Табиғатты таза ұстаса, ауамыз да, жеріміз де таза болады. Адам баласының дені сау болып, салауатты өмір сүреді. Назарларыңызға рахмет. Экология біздің қолымызда.